Мына жерде 1,5 десе қателік болады. Сол себептен ауданы 5/4 деп аламыз. 4 бұрышының ауданы 5/4-дің көбейтіндісі 20 сантиметр квадрат деп аламыз да. Шеңбердің ауданын 1,5 пи. Яғни 1,5 көбейту 2,25 пи деп аламыз. Сонда жаңа классикалық анықтамасын қолданамыз. 20-дан 2,25 пи деп көбейтеміз да. 20-ға бөлсек 0,25 3,14-ге көбейтем. Яғни пидің мәні бізде 3,14 екен білем. Сол кезде болады бізде 0,53 деп алайын. Мыңдыққа шейін жуықта деп тұр. Яғни ішінде кесу қойылған нүкте шеңбердің ішінде болмау ықтималды болса, онда бірден азайтамын 0,53 деп аламыз сонда. Жоқ шамамен 0,647 деп алсақ болады. Сонда жауабы жоқ шамамен 0,647 деп аламыз. Келесі. Жәшікте 90 шар, олардың 1-2-90-ға дейінгі белгіленген. Жәшіктен келесі бір шар алынды. Алынған шардың 6 сан болатынын ықтималын табыңыз. Яғни бізде ықтималдықтың формуласы білеміз. Қандай да бір оқиғаның m-нің n-ге қатынасы ғой. Сонда бұл жерде n деп отырғанмен 90 шар бар. Ал бірден 90-ға дейінгі 6 саны бар санды тізіп жазам. Яғни ол бізде 6-ның өзі 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86. Жалпы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Сонда бізде 18, 6 деген саны бар сан бар екен. Демек, орнына қоямыз. 90-ның 18-ге қатынасы, яғни 9-ға бөліп жерсек 10, 9-ға бөлсек 2, 5-тен 1 ма? Бөлсек 5-тен 1. болады екен. Жақсы. Келесі. Бір уақытта екі ойын сүйегі лақтырылды. Сүйектердің жоғары жағында шыққан сандардың қосындысы 8 болу ықтималдығы. Яғни бізде екі ойын сүйегі лақтырылды дейді. Екі ойын сүйекте шығуы мүмкін сандарды жазып шығайын. Бірде бір шығуы мүмкін, бір ойын сүйегінде бір, екінші ойын сүйегінде бір шығуы мүмкін. Немесе бірде 2 шығуы мүмкін, бірде 3 шығуы мүмкін, бірде 4 шығуы мүмкін, бірде 5 шығуы мүмкін, немесе бірде 6 шығуы мүмкін. Бұдан артық шықпайды. Немесе 2-де 1 шығуы мүмкін, 2-де 2 шығуы мүмкін, 2-де 3 шығуы мүмкін, 2-де 4 шығуы мүмкін, 2-де 5 шығуы мүмкін, 2-де 6 шығуы мүмкін. Немесе 3-де 1 шығуы мүмкін, 3-де 2 шығуы мүмкін, 3-де 3 шығуы мүмкін, 3-де 4 шығуы мүмкін, 3-де 5 шығуы мүмкін, 3-де 6 шығуы мүмкін. Немесе 4-де 1, 4-де 2, 4-де 3, 4-де 4, 4-де 5, 4-де 6 шығуы мүмкін. Немесе 4-де 4 емес, келесі бізде 5-де 1 шығуы мүмкін, 5-де 2, 5-де 3, 5-де 4 шығуы мүмкін, 5-де 5, 5-де 6 шығуы мүмкін. Немесе 6-да 1, 6-да 2, 6-да 3, 6-да 4, 6-да 5, 6-да 6. Жалпы бізде барлық нәтиже, яғни 1-ден 6 мүмкіндік шығуы мүмкін. Маяқта 6-ға шейін, сонда 6 жердегі 6 бізде
36 рет ойын сүйегі лақтырылуы мүмкін. Яғни бұны біз n деп қояйын. 36 рет. Соның ішінде 8 болу ықтималдығы. 8 деп отырғаным. Мына жерде белгілеп қойын. 6-ға 2-ні қоссам 8, 5-ке 3-ті қоссам 8, 4-ке 4-ті қоссам 8, 3-ке 5-ті қоссам 2-ке 6-ны қоссам 8 болады. Демек, бізге ізделініп атқан m 1, 2, 3, 4, 5 сан. Қызылмен салынған 5 сан. Ықтималдықтар белгілеп қойық. Жазып қойық формуланы. 36-дан 5. Осы жауабы 36 ойыннан 5, яғни сандар жауы 8 болу ықтималдығы болады. Фабрикада сөмкелер шығарылды. 100 сөмкенің ішінде 8-інде ақау кездесі, кездейсоқ алынған сөмкенің ақаусыз болуының ықтималдығы. Яғни бізде бар жоғы 100 сөмке. Сөмкенің ішінде 8-інде ақау кездесті. Яғни 8 деп жазсақ та болады. Яғни формула бойынша 100-ден 8 деп, 0,100-ден 8 деп есептесек болады. Енді бұл жерде ақауы бар сөмке болғаннан кейін, ақаусыз сөмке қарамаға қарсы, яғни 1 деген саннан 0,100-ден 8 азайтып тастасақ болады. 0,192 болады. Осылайда шығарсақ болады. Немесе жаңағыдай m-ді табу үшін 100-ден 8-ді азайтсақ 92 деп шығарсақ та болады. Сонда ықтималдықтың формуласына қоя салам. Классикалық анықтамасына 92 бөлінген 100 жүзде 92. Қалай шығарсақ та айырмашылық болмайды. Қысқасы жауабы 0,192 болады. Такси фирмасында қазіргі уақытта 20 көлік бар. Яғни бізде n 20 көлік бар. Соның ішінде 10 қара, 20 сары және 8 жасыл. Шақыру тапсырыс берген адамға ең жақын көлік шықты. Кездейсоқ шыққан көліктің жасыл болу ықтималдығы. Яғни жасыл бізде 8 болған екен, m-іміз 8 болады. Ықтималдық орнына қоя салам. 20-дан 8. 0,4 болады. Осында жауабы 0,4. Жасыл болу ықтималдығы. Берілгендерін өздеріңіз жазыңдар. Жақсы сәттілік тілеймін.